Сәлеметсіздер ме? Сіздермен тағы да мен Фарида. Біз бүгін кішкентай қызға арналған кардиганчикті оқимыз. Ол үшін бізге қажетті Ализе шекерім жібі 100 грамм, және осындай спица, және мынандай түйреуіштер бізге керек. Бұл еді бізге қазір 8 штук керек болды. Мен қазір тағы да көрсетемін. Сосын бізге схема әдеттегідей. Бізге общий 72 петля іліп алып тоқимыз. Іліп алып тоқу менің видеоларым каналымда видеода сақталған. Сол арқылы тоқсаңыздар болады. Біреу. Мына 72 петля тоқып алдық. Енді біз түймеге 6 петляны басқаша тоқып өтеміз. Тек қана оң, екінші жағын теріс қып. 2, 3, 4, 5, 6. Енді оң теріс қып тоқимыз. 1, 2, 3, ары қарай соңына дейін 6 петляға дейін оң теріс қып тоқып өтеміз. Міне соңғы 6 петляны тек қана оң қылып тоқып өтеміз. Өйткені бұл жерде түйменің орны тұрады. Дәл осылай 4 қатар, не болмаса 5 қатар тоқып өтеміз. Біз міне 3 қатар тоқып өттік. Енді бізге түйме тастап кету керек. Қыздар болса, мынау жақ оң жақ болған кезде оң жақтан тастап кетеміз. Ұлдар болса, сол жағынан тастап кетеміз. Біз қызға тоқығандықтан мына жақтан петля тастап кетеміз. Петля тоқудың видеосы менің каналымда бар. Мен қазір мына жерде қысқаша түсіндіріп кетейін. 1, 2, 3. Үшеу. 1, 2, 3. Енді ары қарай тоқи береміз. Түсініксіз болса, менің каналымда түйме тоқудың ссылкасы бар. Сол арқылы қарап тоқсаңыздар болады. Біз міне 4-5 ряд тоқып алдық мойынға. Енді осыларды біз бөліктерге бөлеміз. Ол үшін біз алдына түймемен қосқан кезде 14-14 петлядан бөлеміз. Бір петляны бөлікке бөлгенге тастап кетеміз. Иығына 9, артқы жағына 22 бөліктерге бөлеміз. Бір жағын көрсетейін, қайтып бөлу керек екен. Санап аламыз 14 петляны. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Мына жерден бір ілмек кіргіземіз. Және біреусін негізі біз дұрыс тоқымадық қазір. Біз уже оң теріс қып тоқымайды екенбіз. Барлығын бір сплошной оң қып тоқиды екенбіз. Міне 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Бір ілмекті кіргіземіз. Біреусін әшейін тоқып кетеміз. Тағы да бір ілмек тоқимыз. Енді иығына 9 петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бір петля кіргіземіз, және бір петляны тоқып өтеміз.
екінші түйреуішті іліп кетеміз. Дәл солай соңына дейін тоқисыздар. Артқы жағына 22 петля және 9, сосын 14 петля. Міне біз түймеге дейінгі жерді тоқыдық. Енді қалай ары қарай тоқу керегін түсіндірейін. Енді мынаны былай қарай ішке қарай теріс қылып тоқимыз. Мына жерден бір петляны іліп аламыз дағы. Сонда уже қосылып отырады бір петлядан. Түйреуішті яққа жібереміз. Мынаны құр өзін тоқып кетеміз. Мына түйреуішті жібереміз. Мынаны біреусін іліп алып тоқимыз. Дәл солай соңына дейін тоқимыз. Келесі рядты ешқандай қоспасыз тоқып өтеміз. Келесі рядты біз уже ешқандай қоспасыз құр өзін тоқып өтеміз. Дәл осылай қажетті ұзындыққа дейін тоқи бересіздер, иығына жеткенше. Міне мен керекті жеңге дейін тоқыдым. Менікі бұл жерде, жерге дейін 10 сантиметр. Егер сіздер одан көп тоқимын десеңіздер, жеңі кең қылып тағы да қоссаңыздар болады. Енді біз жең шығарамыз. Ол үшін біз ілгекті алып тастаймыз. Мына екінші недегіні, мынандай симат етіп аламыз. Мынаны жеңін екінші неге өткізіп аламыз. Болмаса өстіп өткізіп жіппен байлап қосаңыздар да болады. Ол жағын жең тоқитын кезде қосамыз. Ілгекті алып тастаймыз. Міне бізде мына жең. Бұл бізде бөлек тұрады. Енді мына жерде мына екеусін бір-біріне біріктіреміз. Мына жерден біз 6 петля қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді келесі жағымен қосамыз. Ары қарай тоқып кетеміз. Екінші жеңді дәл осылай қосып тоқимыз. Екінші жеңде біз екінші жеңге іліп алдық. Бұл жақтан да дәл сондай 6 петля қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді мына басымен біріктіреміз. Енді ешқандай қоспасыз етегін тоқи береміз.
біз мынаны қажетті мөлшерде тоқып алдық. Енді мен мына жерде міне 5 түйме тастап кеттім. 5 түймеге орын тастап кеттім. Енді біз ары қарай жеңін тоқимыз. Ол үшін бізге 2 жіп қажет болады. Мен жеңін комбинировать етейін деп 2 жіпті пайдаландым. Оны көрсетіп жіберейін сіздерге. Енді біз жеңін бастаймыз. 2 спицаға бөліп алдық. Мына жерде біз бағана 6 петля тастап кеткенбіз. Сол 6 петляны бір қосып тоқимыз. Өйткені жеңіміз тар болып қалмас үшін. Енді бастаймыз. Бір. Міне біз жемпірімізді аяқтадық. Менде жеңі осындай комбинированный болды. И алдына мынандай жүрекшелер тоқыдым. Мынандай түйме тоқыдым. Мына жүрекше тоқылу менің YouTube каналымда сақталған. Жемпірім ұнаса лайк, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын.